Сәлем достар! Жарты кесе суда біз 1 ас қасық ыдыс жууға арналған сұйықтық пен 2 ас қасық глицеринді араластырдық. Алдымен біз коктейль түтікшелерінен шаршы жасап, оны глицеринді суға салдық. Сабын көпіршігі бар шаршыны судан алып, түйіліп байланған жіпті шаршының көпіршігіне салған кезде, ол шеңбер формаға айналып, ортасында бос кеңістік пайда болады. Яғни, сабын суға глицерин қосылғандықтан, жіп салынғанда сабын көпіршігі жарылып кетпей, жіп шеңбер формаға еніп, кеңістік қалыптастырды.